Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін беттегі әжімді үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Бетке әжімнің ерте түсуі кімді болмасын ойландыратыны сөзсіз. 15-20 жас аралығында пайда болған әжімдер ерте түскен болып саналады. Ал 20 жастан асқанда әжім көздің айналасына түсе бастайды. Өкінішке орай, адам жасы ұлғайған сайын әжімде тереңдей түседі. Әрі беттің әрін кетіреді. Әжім әртүрлі себептерден болады. Әжімді кетірудің бірден-бір жолы уақытты өткізіп алмай, дер кезінде әрекет жасау. Ең алдымен әжімдерді қарапайым тұзбен кетіріп көріңіз. Ол үшін 1 шай қасық тұзды 1 стакан суға салып араластырыңыз. Дайын болғанда тұзды суға мақтаны малып, бетке және мойынға қойыңыз. Осылайша мақтаны бетте бірнеше минут ұстаңыз. Тағы да әжімді жұқа қағаз арқылы да кетіруге болады. Пергамент немесе калька сынды жұқа қағазды алып, оған кремді жағамыз да маңдайға жабыстырып қойыңыз. Қағаздың сыртынан дәкемен орап, байлап та қоюға болады. Бұл емдік тәсілді 20 минут бойы жасап, 5 күн қайталау керек. Бірнеше апта өткеннен кейін әжімдердің азайғанын байқайсыз. Алайда 35 жастан асқан әйелдер осындай әрекетті жасап көргеннен кейін міндетті түрде парафиннен ем жасау қажет. Парафин курсын жылына бірнеше рет жасасаңыз, әжімнен құтыласыз. Беттегі әжімді кетірудің тағы да бір әдісі өз-өзіне массаж жасау. Ол үшін саусақтың ұшымен бетке жай ғана массаж жасаса болғаны. Бұл жаттығу бет терісін қатайтып, қан айналымды жақсартады. Енді мен сіздерге үй жағдайында әжімді кетіретін маска ұсынамын. Бірінші маска жұмыртқаның сарыуызы мен май қосылған маска. Ең алдымен майсына немесе камфор майынан жарты шай қасық алып, жұмыртқаның сарыуызымен араластырыңыз. Дайын болған қоспаны бетке жағып, 10-15 минуттан соң жылы сумен жуыңыз. Бұл маска енді ғана түсіп келе жатқан әжімдерді жақсы кетіреді. Екінші маска ашытқы маскасы. Қаймақпен 25 грамм ашытқыға су қосып, бірнеше сағатқа қою керек. Белгілі уақыт өткеннен кейін масканы бетіңізге жағасыз. 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Үшінші маска бал қосылған маска. Жұмыртқаның сарыуызы мен 1 шай қасық бал және 1 шай қасық глицеринді араластырып маска жасаңыз. Артынан жылы сумен бетті шайып тастайсыз. Бұл маска әжімді кетіруде пайдасы мол. Төртінші маска лимон маскасы. Жұмыртқаның сарыуызын алып көпіргенше қозғаңыз. Оның үстіне лимон шырынын және 1 шымшым тұз салыңыз. Барлығын жақсылап араластырып бетке жағыңыз. 15 минуттан соң жылы сумен бетті жуып тастайсыз. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.